Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған экстремистік және террористік ұйым. Ұйымның атауы Таблиғи жамағат, діни экстремистік ұйымы. Ұйым құрушысы Маулана Мұхаммед Ильяс Кандахлауи, 1885-1944 жылдары. Құрылған мерзімі 1927 жыл, Мәуәт, Дели қаласы. Сыртқы келбеті араб үлгісіндегі сүннет киім, ретсіз сақал. Мақсаты ислам халифатын орнату, әлемдегі демократиялық басқаруды, дінсіздерді жою немесе оларды ислам дінін қабылдауға мәжбүрлеу. Қателіктері: бірінші, ұйым мүшесінің діни ілімді болуы маңызды емес. Екінші, дінге шақыру амалын негізгі парыз амалдардан жоғары қояды. Үшінші, дінді жанұясына емес, бөтен адамдарға уағыздайды. Төртінші, дінді уағыздау әрекеттерін тікелей есік қағу, пайғамбардың амалы негізінде үй аралап адамға бетпе-бет жеткізу тәсілі арқылы жүзеге асырады. Бесінші, мүшелерінің діни сауатсыздығы салдарынан өзге ұйымдардың Ал-Каида, Лашқар-и-Тайба ықпалына түсуі жиі кездеседі. Тыйым салынуы: ұйымның заңсыз миссионерлік қызметпен айналысуына байланысты 26.02.2013 жылғы соттың шешімімен Қазақстан аумағында тыйым салынған. Сонымен қатар Тәжікстан 2006, Ресей 2009, Өзбекстан 2004, Түркменстан елдерінде қызметтері заңмен шектелген. Қылмыстық жауапкершілік: аталмыш ұйымның қызметін ұйымдастыру, тұжырымдамасын насихаттау бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабына сәйкес 2-7 жыл аралығында және 405 бапқа сәйкес 2-6 жылға жазаланады.